Классикалық музыка Гайдн, Моцарт, Бетховеннен басталса, қазақтың классикалық музыкасы Мұқан Төлебаевтан басталады. Ұлттық өнерде опералық жанрдың негізін салған және кәсіби жазба музыкасын дамытқан Мұқан Төлебаевтың туғанына биыл 110 жыл толады. Мұқан Төлебаев қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдыз деп кезінде Ахмет Жұбанов айтқандай, расында да талантты композитор болған. Ол біздің Алматы консерваториясын Брусиловскийдің классынан аяқтаған, сосын Москваның консерваториясына барып, тағы да сояқтан стажировкадан өткен. Яғни, осы жердің біліммен ғана шектеліп қалмай, одақ көлеміндегі композиторлардың алдынан өткен, тәжірибе жинақтаған. 1936 жылы Мәскеудегі Чайковский атындағы консерваторияда композицияның қыр-сырын меңгерген Мұқан Төлебаев сол жылдары бірталай ән шығарған. Жастық шақ, шаттық жыры, әнші сыры, домбыра сыры, қанатым сияқты әндері қазақ даласын әуелете түсті. Әртүрлі және деңгейі өте биік болып келеді. Алғашқы туындылары мысалы қарапайым әндерінен бастасақ, соқ барабан дейді. Соғыс кезінде жазған кестелі орамалы, отаным деген әндері бар. Барлығы да интонация жағынан басқадан жаңа және кәсіби болып тұрады әндері. Композитор шеберлігі бірден көрініп тұрады. Мұқан шығармашылығының ерекшелігі қазақ дала философиясын музыка арқылы жеткізе білуі. Мұқан Төлебаевтың симфониялық оркестрге арнап жазған қазақ увертюрасы, той, лирикалық би шығармалары асқақ үнді, лирикалық сезімге толы, ойлы да көлемді шығармалар. Композитордың шығармаларынан дала кеңдігі, халықтың рухы, жігері анық байқалады. Ал симфониялық оркестрге арнап жазған Қобыланды увертюрасы аспапты музыкаға да батырлар жырындағы Қобыланды батырдың ерлігісін шебер жеткізе білді. Кез келген композитор үшін ең қиын саналатын жанр камералық шығарма жазу. Мұқан Төлебаевтың жазған Біржан Сара операсы қазақ операсын көкке көтерді. 1946 жылы алғаш рет сахналанған операға Құрманбек Жандарбеков режиссер болып, басты рөлдерді Күләш Байсейітова, Шабал Бейсекова, Әнуарбек Үмбетбаев, Байғали Досымжанов, Кәукен Кенжетаевтар сомдады. Осы шығармасы үшін Мұқан Төлебаев мемлекеттік сыйлыққа ие болды. Қажым Жұмалиевтің либреттосына жазылған Біржан Сара операсы ұлттық музыка мәдениетінің інжу маржанына айналды. Біржан Сарадан кейін бірнеше опера либреттоларын жазды. Адамгершілік пен махаббат либреттосы бойынша бірер ария жазды. Брюсловскиймен бірге жазған Амангелді операсы, сондай-ақ драмалық қойылымға арнап, Достық пен махаббат Жамбыл киносына арнап жазған Жамбыл шығармалары мен Тос мені тос, кестелі орамал, Майгеші әндері келер ұрпаққа жетер асыл мұра. Ал Тілеуқабақ, Өтебай, Майда қоңыр, Әудем жер, Япурай, Қамажай әндері халықтық және классикалық үздік туындылар. Мұқан Төлебаев одақ көлемінде де біздің республикамызға танылып, талай жыл осы шығармашылық одақты басқарған Брусиловскийдің талантты шәкірттерінің біреуі болды. Өкінішке орай 47 жасында қайтыс болып кетті. Ерте қайтыс болып кетті. Бірақ артында жаңағыдай өлмес мұралар қалдырды.